әке бірліктің күші не деген сұрақ қояды екен. Сонда әкесі үндемей ғана, мен сізге қазір маған көрсетіп жіберейін. Мынау бір уыс шыбықты ала қойыңыз қолыңызға. Так, кішкентай ғой бәрі көреді дейді. Енді осыны сындырыңыз. Күшін салып. Сынбайды ма? Студенттер, құрметті? Сынбайды. Енді жеке-жеке сындырамыз. Тамаша сыныбы. Одан не айтады Төле бидің әкесі? Ол не деген сөз? Өзіміз ойланып көрейікші. Мынау уысты сындырамай тұр, Нұрлыжан. Жеке-жеке сындырып тұр. Бірліктің күші неде? Бірлігі бар, ел озады, бірлігі жоқ, ел тозады дейді дана халқы. Сондықтан аптамыздың дәйек сөзіне сәйкес бірлікте жұмыс жасайық. Осы бірлікте жұмыс. Рахмет, Нұржан, отыра ғой. Бірліктің күшін қазір бізде, мұны қараңыздар. Шашу әдісі қазақтың, қараңыздар, мен сіздерге алдарыңызға ұсынам. Осыны таңдаймыз. Кез келген өзіңізге ұнаған заты надан басқа. Ұнаған өздеріңізге, көздеріңізге ұнап тұрған шашу ғой, енді компьютер аламыз. Аламыз. Кез келгенді. Алып қояр бәріміз. Аламыз. Бақшасы өреміздар. Жақсы қалғандар қараңыздар, жаңа айтып өткендей, бірлік бар, ел озады дейді. Мен қазір әркім осы таңдаған компьютер, тиындар, құрттар бойынша топтарға бөлінулеріңізді сұраймыз. Яғни, бірінші мына жерге құрт таңдаған оқушылар отырсын, орнымызбен ауыстырамыз, екінші топ компьютер таңдаған оқушылар отырсын, үшінші топ әрекет, электрондық құралдармен жұмыс жасалып жатыр. Сұрақ. Қол не көріп атсыңдар? Бұл жерде виртуалды жасалады. Тамаша, осыда біздің тақырыбымыз ашылуда. Қалай ойлайсыздар сонда тақырыбымыз екеуін қосқанда қандай сөз шықты? Айтамыз. Үште болды. Үшті модельдеу болды. Тамаша. Екіншісі виртуалды әлем болды. Және де бұл жерде түсіндіріп кетейін, толықтырылған шындық деген бар. Сонда бүгінгі сабағымыз үшті модельдеу, виртуалды және толықтырылған шындық. Осы екеуінің айырмашылығы қазір мен сізге түсіндіріп кетемін. Мақсатымыз осы үшті модельдеудің негіздерін, мүмкіндіктерін көрсету, модельдеудің тәсілдерін үйрену және виртуалды толықтырылған шындықтың айырмашылықтарын көру. Ал біздің нәтижеміз күтілетін осы 3D модельдеуде жұмыс жасау, қарапайым модельдер құру, принциптерін қолдану деген сияқты. Жақсы ма? Ары қарай. Жаңа мен айтып өттім ғой, бағалау парағы. Сонымен қоса тағы да бүгінгі барлық тапсырмаларды қайталап өтіп, өз-өзімізді әділ түрде бағалаймыз. Критерийлерге мән береміз. Және де мен сіздерге алдында берген сілтемелер арқылы әр тапсырмаға балдарды қойып отырамыз. Мына жерде капитанды кімді анықтаймыз? Компьютер арқылы, жасалған бір заттар бейнесін толықтай әлемге ену алға жақсы, тамаша. Ал виртуалды әлем деген жаңа Маратхан тамаша айтты. Адамның қиялынан қазіргі әлемге ұқсатып бір әлем жасау, жеке дара. Мен тақырыпты негізі виртуалды шындық, виртуал реалити деп ағылшын тілінің баламасы, ал толықтырылған шындық деген augmented reality деп атайды. Және де қазақша қазір мән берейік, ауани деген жаңа сөз тапылды. Ауани шындық деп естісеңіздер, ол виртуалды шындықтың балама сөзі. Жақсы ма? Ауани дейді қазір таңда. Соны біле жүріңіздер ескертіп жатырмын. Енді сіздерге тақырыпты одан әрі жұмысты түсіну үшін алдарыңызда біз кішкене мәтінмен жұмыс жасайық. Қараңыздар, мәтінді байқаңыздар. Осы тақырыпқа сәйкес нақты терминдер, нақты мәліметтерге осы мәліметті қойыңыз. Сосын ары қарай мен сіздерге айтамын істеу керек екен. Оқыңыз, барлығымыз оқыңыз. Оқыңыз, барлықтарыңыздың ақпараттарыңыз бірге осыған әр оқушы бір сұрақ таңдайды. Яғни осы мәтінге сәйкес сұрақ жазамыз. Сұрақ әртүрлі болу керек. Сұрақ мазмұнды, түсінікті, құрылған болу керек. Жақсы ма? Сұрақ қоямыз. Осы тақырып бойынша. Ручкаларыңызды алыңыздар. Ручкамен өтіңіздер қаламмен. Бір сұрақ, бірақ сұрақ әртүрлі болу қажет.
суреті бар жаңағы көріп қоямыз да. Орнымыздан тұрамыз барлығымыз. Және, енді орналастыру пайда болады қазір. Так, бірінші топ пен екінші топ болсаңыз. Екі мен үшінші топ мына жерге келеміз. Былай, бір қадам артқа қарай ғой, сонда бүйтіп алсамыз. Үшінші топ мына асықты төңкеріп, сұрақты оқып, сол сұраққа жауап береміз. Сізде 1 минутта тез ойланамыз. Стоп, былай істейміз, қараңыздар. Асықтағы сұрақтар әртүрлі болу керек сенің. Бірақ біреулердің сұрағы бірдей болып қалуы мүмкін ғой. Сондықтан ондай асық пайда болса, жауап қойып қоя саламыз орнымызға. Жақсы ма? Бірінші топ тұрамыз да, бір сұрақтан жауап береміз. Ақпаратты қалай түсінгендеріңіз маған маңызды. Ал. Қайсар тұра ғой, сұрақты оқиды, қалған топтар тыңдаймыз. Жауаптарымыз жасаңыз тыңдаймыз. Қалай дейді? Текстуралау дегеніміз не? Ол заттың бетіне әртүрлі текстура және материалдарды қолдану. Мысалы алғанша ол бір табылған алсақ, оған кірпіштің немесе темірдің текстурының негізгі кезеңдері. Тыңдап отырыңыздар, сіздер сұрақ қойыңыздар, жауапқа қанағаттанамыз ба? Негізгі кезеңдері сол 5 негізгі кезең бар. Ол модельдеу, текстуралар, жарықтандыру, анимация және рендеринг. Тамаша. Дұрыс па, қанағаттанып жатық па өз сұрақтарымызды естіп жауаптарына? Аха. Келесі. Топтым жақсы кезекпен жақсы. Али, ал жауап беріңіз сұрағыңызға да қатырақ оқыңыз. 3D модельдеу дегеніміз не? Бұл бір өлшемде 3 өлшемділікті компьютерға енгізу болып табылады. Жақсы. Келесі. Топтым. Ақыл. Қазіргі таңда неліктен 3D модельдеу қарқынды дамып жатыр? Қарқынды дамып жатыр? Иә, өйткені қазір 3D модельдеуді көбінесе ойындарда, немесе анимацияларда, немесе бір затты 3D модельдеу ретінде көп қолданылады. Тамаша, әртүрлі салада, медицинада, ойында, білімде, барлық сферада қолданып жатыр, барлық ортада. Алып жатқан үйдің моделін 3D модель жасап болады және оның дизайнын жасап болады. Сұрақтың деңгейі әртүрлі. Тамаша, жақсы отырамыз. Аманжол көрсетеді, бізге өте ыңғайлы, бүкіл салада қолданады дедік, иә? Маған көп салайын, қараңыздар. Қазіргі таңдағы бізде бұл куб. Magic куб деп аталады. Бұл Magic куб арқылы біз 3D өлшемді кеңістікте көре аламыз. Оны қалай істейміз? Мысалы ретінде мен өзімнің шағын жасаған 3D бейнені көрсетейін. Қазір жүктелуде, мысалы, қалай ол жұмыс атқарады? Сіздер де байқаған шығарсыздар, көрген де шығарсыздар бұндайды. Қапталмада көріну үшін. Қараңыздар. Әр топқа келем, қараңыздар. Қараңыздар, менің есімім шықты, менің суретім шықты. Келсеңіздер ме? Мына жерге ғана қағаз. Мына жерде бәрді көріп тұр ма? Аха, тамаша, сіздерге көрсетіп өтейін не нәрсе бұл екенін. Мен суретімді көріп тұрсыздар, мені қолды білген. Бұл үшті куб арқылы арнайы бағдарламамен жұмыс жасалып жатыр. Сіздерге енді қараңыздар, бұл CodeSpaces бағдарламасында жасалынған дүние. Бұны қазір біз өзімізде практикалық жүзінде көріп істейміз. Ол үшін не істеу қажет? Қазір. Яғни біз осылай жасаймыз, ба? Яғни осылай жасаймыз. Қараңыздар, тапсырма мынандай болады. Біздің пән тікелей. Сіздер әлі мамандықтарыңызға сәйкес сабақтар басталмағандықтан, біздің ең тығыз байланыс пәніміз физика пәні болғандықтан, 3 заң электр динамикаға байланысты 3 заңымыз бар. Ол Кулон заңы, Ом заңы, жол заңы. Осы 3 түрлі заңды 3 топ 3D форматта қазір біз жасаймыз. Түсінікті ма? Ол үшін барлықтарыңызды тұрып, практикалық жұмысқа компьютерге отыруларыңызды сұраймын. Сосын менің қадамдарымды қайталайсыздар, түсінесіздер. Жақсы ма? Отырамыз барлығымыз. Браузерді ашамыз, сізден қайдақ болған CodeSpaces бағдарламасын ашамыз. CodeSpaces бағдарлама браузерді ашамыз, сол бағдарлама ашады.
экранға да назар аударып отырамыз. Неден басталуымыз қажет? Мұқият қараймыз. Барлықтарыңызда осындай бет ашылды. Ашылды ма? Қорықпайсыз бағдарламасы. Ашамыз, жүктейміз. Енді ашық сабақ жерге барамыз. Тапсырма бірге барамыз. Тапсырмалар жүктейін мен сіздерге. Мен топ-топпен жүктеуім керек. Бізде аман жоқ қай топта болыпты? Қараңыздар, міне жаңағы берілген кубымыз осы. Біз кубқа кез келген ақпаратты жүктей аламыз. Ол бейне ретінде, ол бейне ролик ретінде, ол сурет ретінде, ол аудио ретінде, анимация түрінде барлық объектілерде осы бағдарламаға саламыз. Сонда мен айтқандай жаңағыдай сіздерде 3D көрініс пайда болады. Жақсы ма? Мысалы, астында тұрған қосымша библиотека деген кіреміз. Сосын сол жерде персонаждарды қоюға болады. Мысалы, мен бір персонажды қойып берейін сіздерге. Міне қойылды. Оның көлемін өзгертуге болады, орнын ауыстыруға болады, қозғалтуға болады. Немесе сіздер өздеріңіз интернеттен жүктеп, жаңа тақырып содан алып келіп, міне загрузить дегенде картинки, мысалы жүктеу, сурет жүктеу, міне кез келген өздеріңіз істеп отырғаныз болады, міне. Бірақ JPEG форматта болу керек, соңында мән береміз. Одан кейін объектілер қоюға болады. Міне, кез келген объектіні, енді мынау тақырыпқа сәйкес емес, мен сіздерге көрсету үшін түсіндіріп жатырмын. Объекті қоса аламыз. Істеліп жатыр ма? Түсініп жатсыздар ма тақырыпты? Сіз әрекет істеп көреміз, енді өзіміз де істеп көреміз. Осы қарапайым мен айтқан қадамдар істеп көріңіздерші. Ашылып тұрмыз? Ақпарат іздеп жатсыздар ма? Оң заңы бойынша. Қазір не көрейік, заданиямды қарап көрейік. Орденге көрмей тұр ма қазір? Аңсар, сіз үшінші топ болуыңыз керек, я? Қазір мен қарап жіберейін. Капитандарымыз әр балаға барып, мүмкін жұмыстарыңызды білесіздер, барып қарауыңызға болады. Кім не істеп бір ақпараттың көп уақыт жұмсамау үшін критерийларды сіздер жаңа оқып кеттіңіздер ме? Оқытсаңыздар ма? Неге мән беру керек? Өлшеміне, түсіне, басқа параметрлер өзгерту, бейне, аудио жазба, бейне роликтер қойылу керек, анимациялар қойылу керек. Осыны ұмытпаймыз. Бір-бірінің объектілеріне кетпейміз. Өзгертіп жатыр ма? Сізге бөлуге болады. Сол үшін капитандар бір тұрып қарап өтсеңіздер болады, қайталап айтамын. Басқа болады. Қабырға бос қоқымы ол біздер бауыры толы. Я видео салсақ тамаша болушы еді. Тұрып, я? Тұрып қала. Бірінші топ мұны жасап жатыр, көріп тұрмын. Қонақтарға көрсетейін, әзірше балалар не жасады. Бірінші топ не істеді, анимация ештеңе көріп тұрған жоқпын, тек қана суреттерді көріп тұрмын. Өзгертеміз кішкене тағы. Екінші топ кім көрейік? Қарауға болады, бақылауға болады.
Что такое закон Ома? Тамаша. Екінші топтікін тексеріп жатырмыз, қарап жатырмыз. Әлі біткен жоқ, біз қарап жатырмыз. Қалай жұмыс жасап жатқандарыңызды. Жақсы, жақсы. Bir 5 minuttan keyin tamomlaymiz. Жақсыма. Кішкене жинақтала бастаймыз. Уақыт. Oda қызықты. Назад Пайда болды. 2 минут қалды. Аяқтай, жинақтай бастаймыз. Жақсы, жарты минут қалды. Қазір мен айтам, тексересіңдер. Әзірше өз жұмыстарымызды аяқтамамыз. Сосын қазір айтамыз қарам. Bir minut. Скачала, как учитель не задание будет. Не на самом деле будет, не языков, но после не на самом деле. Сумкой баром будет сохранять. Не как бы все вместе. Да, и ты классы не Ал аяқтаймыз. Ештеңе істемейміз, тоқтаймыз, Капитандар мен жаныма келсін, қалғандары өз телефондары арқылы, өз телефонымыз. Мен айттым ғой үйден осы Cospace бағдарламасын жазғанымыз. Сол арқылы сканерлесеміз, телефон арқылы. Жүктеліп жатыр. Егер істемей тұрса, планшетке қарауларыңыз болады. Мұны жасапты. Оңымызанын бір ауыз сөз айтып кетесіз ба? Кішкене түсіндіріп.
Olmaz sette. Buna bildiredi. Kırış top. Ne mağına bildirsen. Жаңа адам несі ғой топпен байланысты. Маған қарайықшы бірінші топ. Ага, қоя тұрайық телефонды. Осымен көре салайық. Сосын өздеріңіз асықпай көре жатарсыздар үйдегі өз жұмыстарын. Қараңыздар. Естеңіздер маған кішкене ақпарат берсеңіздер. Ага. Бізге анимация қойыпты. Топпен анимацияны қойды. Ага, сосын және де бұл қолданылатын тұрмыстық жағдайда қолданылатын нелері міне. мысалдар. Су құбырларында кейде тағыдан міне тарақта неде шашыңыз былай кейде тұрып кетеді ғой былай естегенде бетінде тарақта естегенде солда қолыңыздан жасады ғой. Тамаша, сурет салып қойыпты тарақпен. Ага, қазір көрсетемін сіздерге. Ага, жақсы. Сосын формуласы. Сосын тағыдан міне Қай жылы ашылған? қай жылы ашылғанын 1785 жылының француз ғалымы, француз физигі Чарльз Кулон заятының арасында өзара әрекеттесу заңдылығын тапты. Және сол Чарльз Кулонның атына бұл заңдылықты өзі Кулон деп қойған. Тамаша, жақсы. Ары қарай келесі қабырғада не бар? Біздің келесі қабырғамызда Кулон заңы. Тағы да. Формулалар. Тағы әртүрлі формулалар және заңдылықтар. Мен меқты видеоролик болған, бірақ видеоролик? Ага, қазір. Екінші топты шақырайық. Ұстап тұрыңыз өзіңіз. Ага. Былай көрсетеміз, бәрін көретін болшы. Былай істеге. О, видео жүктеліп жатыр. Ага, қазір дауысын шығарайық. Видеомен тамаша. Бейнеролик ашылып тұр. Ага, қазір көрсем. Ага, жақсы. Тамаша. Ага. Мынау не дегенсіз? Бұл да бейнеролик, иә? Екінші бейнероликті ашылып тұр. Тамаша. Мынау белгісі ма? Электр тогы, анимация оймен. Мынау Оң заңның формуласы және қаттырақ айтамыз. Бұл бізде осы оң заңның, яғни оң заң ойлап тапқан кісі Антуан Фион ол. Тамаша. Рахмет, отырамыз. Берейік. Үшінші топ, иә? Шөгіндерді ма, жақсы. Түсіндіресіздер ма? Жақсы, түсіндіріңіздер ал. Қазір жүктеліп жатыр. Көп зат салғандасыңдар ғой, ашылып жатыр ғой. Кішкене. Келесі бетеді. Тамаша. Тамаша. Үстіндегі анимация тамаша. Үстіндегі жарықпен байланысты. Жарықпен байланысты? Адамдарға Электр тогы. Лампа, светильникқа өйткені заңмен байланысты. Мынау жағында формуласы. Уақыт аралығында өткізгіштің бойынан бөлінген жыл. Жақсы. Тамаша. Рахмет, отырамыз. Мен басқарып сөйлейді көрсетейін. Сізде видеоларыңыз шықпай қалды, иә? Сол үшін көрсетіп жатырсыз ма? Не себепті екен техникалық? Ол бейнеролик ашылып тұрып еді? Көрдіңіз бе? Осы ашылып тұр. Сіздерде мен көрдім бейнероликтеріңізді, бірақ ол жүктелмеді, иә? Жақсы ма? Ең әкті сұрау көрсетеміз. Жақсы, оған енді біз
компьютерде жұмыс жасағандықтан кішкене серігу керек. Барлығымыз тұрамыз орнымыздан. Енді қараңыздар. Компьютер техникалық үстіге, астыға, жанға қайталаймыз. Үстіге, астыға, жанға қозғаймыз. Тағы да қайталаймыз. Сосын бір нүктені қараймыз, алыс нүкте. Бір нүктеге қараймыз кез келген. Сосын жақын нүктеге қараймыз. Тағы да солай алыс нүктеге қараймыз, жақын нүктеге қараймыз. Тағы бір мәрте алыс нүктеге қараймыз, жақын нүктеге қараймыз. Аха, көз кішкене демалса, енді ұлттық біздің биіміз кішкене қара жорға қара жорға бермейді, бойымыз сергітсе кішкене. Ал, қайталаймыз енді біз өзіміз қиялымыздағы виртуалды әлемді құраймыз. Бұл жерде тақырып шамамен былай бөлінген. Бірінші топ орман, екінші топ қала, үшінші топ мұхит әлеміндегі виртуалды шындықты жасаймыз. Жасыма? Ол үшін не істейміз? Мен де сіздерге қазір тура дәл жаңағындай тапсырмалар үшін әр топқа мен тапсырмалар қырып тастаймын қазір. Демалысқа келуші. Тура солай қаладағы тіршілікті бейнелетеміз. Қаладағы іс-әрекетті бейнелейміз. Тура солай мұхиттың ішін. Мұхиттың ішінде не болады? Мүмкін адам жүзіп жүрген шығар, мүмкін балықтар, сондай сияқты кішкене қиялға қарай барамыз. Сонда оның нәтижесін біз өзіміз осы виртуалды көзілдіріктер арқылы көреміз. Өздеріңіздің жасаған виртуалды шындыққа енеміз. Жақсы ма? Ол үшін қараңыздар, мен мысалы орман ашылып тұрғандықтан осы ретінде мысал көрсетейін. Қалай бұл жерде біз объектілерді қосамыз? Дәл жаңағындай батырмалар болады. Бұл жерде сіздерге интернетте ештеңе енгізіп қажет жоқ. Бұл жерде бар заттармен істейміз, бар объектілермен, бар кейіпкерлермен жұмыс жасаймыз. Мысалы бұл жол, блокет бар жол. Немесе гүлдеп өсіп тұр деген сияқты осындай бір кішкене ғажайып виртуалды шындық жасаймыз. Жақсы ма? Ол үшін мен сіздерге қазір барлықтарыңыз тапсырмаларыңызды лақтырып шығайын. Қазір ештеңе баспаймыз. Қазір мен тексеріп өтейін. Али, қазір отырыңыз, мен Алиді жіберем. Ақыл. Алихан. Қазір Алихан қалаларын көрмей тұрмын. Қазір бір минут. Алихан. Маратхан. Екеуі болса, екеуін де лақтырып сіздерге қалдырып. Үйде создавать етсін дегенде көп скоростьті кіргетесіз ғой, мобильді түрде. Сол үшін ғой мобильный. Оль менде де шықпай тұр. Кім? Маратхан. Маратхан, мен тоже. Екеуісінде да. Оль менде де шықпай тұр. Қазір бір минут. Сіздерге мен үйде Cosplace бағдарламасын жас кезеңде сіздер басқа аккаунтпен кіріңіздер. Мына жерде басқа аккаунт. Сол үшін екеуі болып кетіп тұр сіздерде аккаунт. Олай істемеу қажет еді. Тағы. Көріңіздерші, енді ашыла ма? Ашылды. Әлі ашылмады ма, Нұрым? Әлі ашылмады. Қазір мұны тағы бір Нұрым тауып алдым мына жерде. Сосын кімдікі? Алихан. Алихан. Мен көрдім. Енді шығу керек, қараңыз, шықты ма? Аха, тамаша. Екінші топ капитан команды анайып жібереміз. Қазір. Штеркамыз қазір. Диас қояды капитан? Бала жұмыс жасап жатыр, бірден көруге болады. Екінші топ
Нұржан Әли Аманжол Ерсұлтан. Қазір күтіп тұрамыз. Екі демон не тапқанша білеміз сіздерді. Нұржан біреу ғана сқойды ме? Аха, сосын? Нұржан Әли. Әли басшы бар, е? Қазір істегендей тұр, қазір. Бірінші топ кішкене күте тұрайықшы, сайтқа көп адам кірген үшін кішкене ақаулар болып тұр. Бірінші топ кішкене әділ болу үшін басқа топты да күтейік, тоса тұрамыз, жұмыс жасамай тұра тұрамыз. Жақсы ма? 8 минут. Болды. Мұхит шықты ма? Үшінші шәуде мұхит киесі шықты ма? Мұхит әдей ма? Здесь не следует здесь покажем. Пала, палим. Капитандар жүріп ақылдасып барлық бір зат істеп жатпасын, е? Біз қонақтармен сергітіп мен телефон Ерік пешін давайте виртуально.
Жақсы, аяқтай бастаймыз. 1 минут, содан аяқтаймыз. 1 минуттарымыз қалды. Аяқтап, біз қорытындысын көріңіз керек. Адам бар ма видеоге? Тамаша. Турамен шыққанды қойып қоямыз. Аяқтаймыз. Бұл жерден капитан бөліп жатыр. Біреуміз бірінші топқа әзірше отыратамыз. Бізде капитан Диас өз жұмысымызды көреміз. Телефонды қоспайысты ашамыз, содан жүктейміз. Екінші топтың капитаны Ахниет, Ахниет қоспайыс бағдарламасы істеп тұр ма? Өз жұмыстарымыз топ мүшелері беріп шыққан бастайық. Топ сіздердің жұмыстарыңызды. Диас, сіздерде де очки бердім ғой. Сонымен бір-біріңізге беріп көріңіздер. Берді, таңдаңыздар. Тамаша. Ал, көріңіз. Қалай екен? Қозғала ма, қозғалмай ма? Тұрып істейік. Өз әлемдерін тексеріп жатыр. Дұрыс жасапсыздар ма? Не жасадыңыздар? Ормандағы тіршілік жасамыз. Тамаша ма? Күшті. Жақсы. Диас, қол тастаймыз. Қол қойсыз қалдырыңыз. Бәріне беріп шығамыз. Топтағы Ахниет, өз балаларыңызға бір-бірлерді беріңіздер, көріңіздер. Өз жасаған дүниелеріңіз қалай болып бейнеленді. Диас, сіздерге телефон маған берсеңіздер. Өз жұмысымыз табу үшін. Ерсұлтан, қарты көріп жүк тұрма, көресің бә? Қарты көріп жүк бір-бірімізге алмастырамыз, береміз, көзілдіріктерді береміз, әркім өз қоғаны. Капитандар бағалауларыңызды жазсыңыздар. Мақұл, жаз. Бағалауыңызды жазсаңыз. Жалпы саны қандай? Кім көрмеді? Бірінші топ екен. Бірінші топ, первый группа. Не жасасыз? Жалпы саны шығарамыз. Диас? Жалпы саны шығарамыз. Бір-бірлеріңізге көзілдікті ауыстыруға болады, тез-тез бірақ. Қай саман жатсың? Сендердің көрейік. Енді қараңыздар, болды, аяқтаймыз, сосын тағы көре жатармыз. Енді мен сіздерге сілтеме жіберген болатынмын.
Енді өзіміз бағалаймыз, орнымызға келе қаламыз. Ортаға, орнымыз капиталда, орнымызға қосып қоямыз. Енді өзіміздің жаңа білімді бекіту үшін мен сіздерге сілтеме жіберген болатын. Сол сілтеме арқылы жұмыстарымызды жасаймыз. Тест сұрақтарына жауап береміз. Тапсырмаға жауап береміз. Қараңыздар. Сілтеме жіберген болатын. Сол бойынша тез маған жауап береміз. Тез. Мен жаңа жібердім ғой сізге WhatsApp сілтеме арқылы. Жауап береміз. Бетті басамыз. Осы тапсырмаларды сіздер қалай түсінгеніңізді білу үшін. EduComplay платформасында тиісінше сөйлемді сөздерді құру арқылы толық сөйлем сөйлеп соны аяқтаймыз. Тездетеміз, 1 минутта тез жауап беруге болады. 10 сөз бар, 10 сөзді қоямыз. Толық жасаған бала 10 балл, жалып тұр критерийді. Капитанда бағалауды әділ болғанын қадағалап отырыңыздар. Бағалаймыз, жалпы сандарыңызды. Неге бізде болды аяқтаймыз. Жасыл кигізейді, сары кигізейді таңдасаңыздар. Мен барлығын түсіндім, ешқандай сұрақ жоқ. Сары кигізейді таңдағандар. Мен түсіндім, бірақ әлде сұрақтарым бар деген байланыс. Және де қызыл маған ештеңе түсініксіз болған жоқ, сабақты түсінбедім деген таңдаймыз. Ол екінші сілтеме арқылы өтеміз. Және де мен бағаларыңызды көргім келеді. Қазір ашып көрейік. Өз-өзімізді бағаладық қой. Кейбіреулерді үшінші топ. Енгіздіңіздер ме? Дәйек сөзімді айтып кеткендей, бірлігіміз жарасып, тамаша жұмыс атқардық деген ойдамын. Сабақ өте қызықты, түсінікті болды ма? Сұрақтарыңыз болды ма? Жақсы, мен ешкімді бөліп жармай, бізге сабағымызға өте қажетті деп, мен 3 топқа 3 түрлі флеш-картаны ұсыным келеді. Сіздерге рахмет үлкен. Ол флешкада біз тек қана РЦП деп жауап тұр, алдыңғы тақырыпта өткен болатынбыз. Құжаттарды сақтауға болады. Сіздерде әлі курстық жұмыстар бар, дипломдық жұмыстар бар. Осыны сақтап, осы сабақты еске алып жүресіздер. Үлкен рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Мынау жұмыстарымызды қазір мен көремін. Енгізген жұмыстарымызды. Жақсы, барлықтарыңызға, салыстарыңызға рахмет.